Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен компьютермен жұмыс YouTube арнасы және де мен Айыпберген Жадыра. Бүгінгі видеода Excel'де қалай диаграмма құру екен жайында айтылады. Егерде бұл тақырып қызық болса, видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Ал дәл қазір менің каналыма тіркеліп колокольчикті басуды ұмытпаңыз. Ал енді жұмыс барысына көшейік. Мен осылай Excel'ге кішкентай ғана осындай кесте дайындап қойдым. Жай ғана енді пример жаза салдым. Сіздер өздеріңіздің осылай дайын тұрған кестелеріңізді пайдаланасыздар. Енді біз диаграмманы құру үшін вставкаға барамыз. Осы жерде диаграмманың түрі бар. Әр түрлісі бар. Дөңгелек түріндегі бар, төртбұрышты түріндегі бар, график түріндегі бар, нүктелі түрде жасалған түрі бар. Енді өте көп түрлері, осының кез келген біреуін таңдаймыз. Қазір осыны ашып көрейік. Диаграмманы таңдаған кезде осындай бізге аппақ бет шығады. Бұның типін өзгертуге болады. Мінекей изменить тип деп шықты. Мінекей жанында көптеген түрі бар. Осының үстін шертіп, қайсысын таңдайсыз, қайсыған ауыстыру керек, кез келген таңдап окейді баса бересіз. Енді осы диаграммаға біз ақпаратты енгізейік. Выбрать данные деп тұр. Мінекей жоғарыда осының үстін басамыз. Сол кезде бізге осындай бет ашылады. Ең жоғарғыда тұрған жолға біз керек жерді таңдаймыз. Ол үшін Ctrl-ды басып тұрамыз да, мышканың сол жақ батырмасын баса отырып белгілеп аламыз. Ctrl-ды жібермейміз, келесісінде белгілеп аламыз. Барлығын белгілеп болғаннан кейін ғана Ctrl-ды да мышканы да жіберіп окейді басамыз. Мінекей біздің дөңгелек түріндегі диаграммамыз дайын. Оның стилін өзгертуге болады. Ол үшін мінекей жоғарыда көрініп тұр, әр түрлі стильдегі диаграммамыз тұр. Осын кез келген біреуін таңдап ауыстыра беруге болады. Жанында изменить цвета деп тұр. Соны басып тіпті түстерінде өзгертуге болады. Мұнда ешқандай сан, процент көрсетіліп тұрған жоқ. Оны да шығарып қоюға болады. Мінекей жанында қарап отырсаңыздар, оң жағында плюс деген батырма тұр. Соны басамыз да, тағы да қосымша ақпараттар енгіземіз. Мінекей название диаграммы дейді. Осыған галочканы қоятын болсақ, мінекей диаграмманың аты шығады. Оны қоюға болады, өзгертуге болады. Диаграмманың атын товарлар деп жазайын. Енді осы жандағы плюсті басатын болсақ, әр жазылған сөздердің жанында осында кішкентай ғана стрелка тұр. Соны баса отырып, мінекей диаграмманың жанындағы ақпараттарды кішкене өзгертуге болады. Көрініп тұрған сөздерді оңға, солға, үстіне, астына ауыстыруға болады дегендей, тағы да қосымша настройкалар бар. Өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарап ауыстыра берсеңіздер болады. Көріп тұрғандарыңызда диаграмманың ішіндегі санның үстіне 2 рет басатын болсақ, тағы да өзгертуге болатын қосымша настройкалар шығады. Өзіңіздің ыңғайыңызға қарай өзгерте бересіз. Барлығы тұр осы жерде, барлығы түсінікті. Ол санды ортасына немесе оңға солға ауыстыруға болады. Оны да настройт етуге болады. Және де категория таңдауға болады. Мысалы, ол санды процент түрінде, ақша түрінде, сан түрінде шығарып қою деген сияқты көптеген категориялар бар. Өздеріңізге қарай, ыңғайларыңызға қарай ауыстыра берсеңіздер болады. Енді келесі диаграммаға көшейік. Кез келген біреуін таңдайық тағы да. Мінекей тағы да аппақ болып бет шықты. Выбрать данныйды басамыз. Тағы да Ctrl-ды басып тұрып жібермей, керек жерін таңдап аламыз да окейді басамыз. Мінекей диаграммамыз дайын. Мен осы жолғы диаграммаға барлық ақпаратты енгіздім. Енді жоғарыда қарап отырсаңыздар, әр түрлі стильде диаграммалар тұр. Яғни осы диаграмманың стилін ауыстыруға болады. Жандағы стрелканы басамыз. Мінекей кез келгенін өзіңізге ұнағанын осылай таңдап аласыз. Жанындағы изменить цветаны басып, дәл жаңағыдай бұның да түстерін ауыстыруға болады. Енді оң жақта плюс батырмасын басайық. Бұл жолғы диаграмманың настройкасы кішкене өзгерек. Бұл диаграммаға сіздің қойған ақпаратыңызды кесте түріне астына шығарып қоюға болады.
сетка коюуга болот, буган диаграмманын атын коюуга болот, осьтун атын коюуга болот. Эndi карап отурсаңыздар настройкалар көп. Дал жанагыдай жанында турган ссылканы басып, адиде настройкасын өзгерек кылууга болот. Баарлыгы өз каалооңуз боюнча баарлыгын ашып, просто карау керек, көрүү керек. Excel'де калай кисти куруу керек экени сиздерге кызык болотун болсо, мен дәл осы видеонун описаниясына сол видеонун силтемесин калтыратын боламын. Эгерде кызык болсо, үйрөнгүлөрүңүз келсе, көрүңүздөр. Айта кететін косумча акпарат, эгерде диаграмманы PowerPoint'ка немесе Word'ка салгыңыз келсе, диаграмманын үстүнөн бир рет чертип, копировать этип, каалаган офиска ставить этип койсоңуздар болот. Меники осылай сүрөттөрүндө сакталады, өлчөмүн өзгертип пайдалана берсеңиз болот. Ал энди кезекти диаграмманы курайык, мынаны өчүрөйүк, дагы да вставкага барабыз, кезекти диаграмма түрүн тандайбыз. Енді осы жолы нүктелі графика түрін таңдайық. Бұның да осындай түр аппақ болып шығады. Выбрать данныйды басамыз. Дәл жаңағыдай контролды басып тұрып, керек ақпаратты енгізіп аламыз, окейді басамыз. Бұнда диаграмма түрі әртүрлі болғанымен, оған ақпарат енгізу барлығы бірдей, көріп отырғандарыңыздай. Бірақ настройкасы кішкене әрқайсысы өзгерек болады. Бірақ барлығының жасалу жолы, барлығының көрсететін ақпараты бірдей болады. Сол үшін қайсысын таңдасаңыздар да ешқандай да айырмашылығы жоқ, тек өздеріңізге ұнағанын, өз жасап жатқан жұмыстарыңызға ыңғайлысын, әдемісін таңдасаңыздар болды. Бұл компьютермен жұмыс YouTube арнасының сіздерге беретін үлкен пайдасы, осылай компьютермен жасалатын жұмыстардың барлығын бүге-шүгесіне дейін жақсылап тұрып түсіндіреді. Пайдалы ақпараттар өте көп. Егерде осы видео ұнап жатқан болса, лайк бас, комментарий жазу арқылы маған білдіре отырыңыздар. Каналға тіркеліп колокольчикті басыңыздар, және де керек деген достарыңызбен міндетті түрде бөлісе отырыңыздар. Алдағы уақытта осы Excel'де қолданылатын көпшілігі біле бермейтін формулаларды қалай пайдалану керек екенін көрсететін боламын. Видеоны жоғалтып алмау үшін міндетті түрде колокольчикті баса кетіңіздер, және де менің инста парақшама тіркеліп кетіңіздер. Дәл сол жерде мен видеоның шыққаны туралы міндетті түрде хабарлап отырамын. Инста парақшамның сілтемесін осы видеоның астына описанияға қалдырамын. Егерде осы видео ұнаған болса, комментарийға смайликтер қалдыра кетіңіздер. Видео пайдаңызға жарасын.